Кезекші кім түгендегі дейге сабақтады? Нұржайна мен Мехмет Жақсы. Қандарыңыз түгенбіз ғой? Онда біз жаңа сабақты бастамас бұрын балалар өткен сабаққа сендерден сұрап өтейін, яғни карточкалық тапсырма арқылы сұрап өтейін. Азизге беріп қой, Азиз саған. Ол болсын, жаңа карточкалық. Айша айта қой тапсырмасы. Айта ғой, бүктемелеу дегеніміз не? Бүктемелеу дегеніміз ол қағаз, кітап, журнал сияқты басылым өнімдерін белгілі бір процеске келтіру. Және де бүктемелеу дегеніміз ол қағаз журналдарды белгілі бір екенге келтіріп, 8-ге және де 4-ге, 16 бетке келтіріп бүктеу. Және де оның негізгі мақсаттары басылымдарды белгілі бір қалыпқа келтіру. Жақсы отыра ғой. Енді жаңа Айша айтып кетті ғой, бүктемелеу теориялық жүзінде, сен практикалық жүзінде қалай бүктеу керек екенін көрсете қойшы. Көрсете ғой. 4 бетті парақлап, мынау 8 бет. Бүкесек, бұл 32 бет. 32 бетті кітапша болып шығады. Дұрыс. Ал кім? Бұл болсын айта ғой. Келесі. Маған берген қауіпсіздік ережелері жайлы айтты. Бұл жерде ең бірінші тазалық, екінші сол аппараттың іске қосылу или неғып тұрғанын айтып, и потом сол жерде журналға, если бір жерде болса, соны жазып кету. Екінші, сол жерге берген киімдерді киіп, и шашты жинау. Яғни біз қауіпсіздік ережесі туралы, иә? Қандай бөлгелер машиналар бар? Кассеталы және пышақты. Ол екеуінің айырмашылығы кассеталыда пышақ болмайды, пышақтыда пышақ болады. Онда балалар үй тапсырмасы барлығына түсінікті, иә? Бәрін жаңағы бүктемелеу туралы бәрін жақсы айтып дайындалып кетсіңдер. Енді онда жаңа тақырып деген, жаңа тақырып бүгін біз түптеу машиналардың жұмыс процесі туралы жалпы түсінік дейді. Яғни түптеу жабдығы деген не өзі? Түптеу жабдық дегеніміз не? Жабдықтар дегеніміз не? Жабдық дегеніміз өндірістерде, өзіміздің цехта орналасқан машиналарды, станоктарды, машиналарды жалпы жабдықтар дейді. Енді мақсаты, осы мақсаты біздің сабағымыздың түптеу жабдықтармен таныстыру, машиналардың жұмыс істеу принциптерімен танысу. Яғни, оларда жұмыс істеген кезде қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтауымыз қажет екен. Өйткені жабдық ол өте жаңағы қауіпті машина болғандықтан міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек деген мақсатымыз. Енді айтады түптеуден кейін, басудан кейін бір пышақты кесу машина өзі айтып тұрғандай, балалар, бір пышақты кесу машинасы. Бұл жартылай автоматты болып келеді. Яғни, жартылай автоматты болмаса, жаңағы автоматпен де жұмыс жасауға болады екен. Ал келесі машина. Одан кейін жабдығымыз кітаптың блогын, блоктың түбін жабыстырып, клейлеп береді машина. Пен машинасы. Шүтпен түбі ол блокты клейлеп бергеннен кейін қауіпсіздік ережесі. Өйткені ол адам өміріне өте қауіпті. Ол жер оқушының жұмыс жасауына өте қауіпті. Жинақтап береді, сосын клейлеп береді, сосын жіппен тігеді, сыммен тігеді, сосын ең артында мұқаба жасап пристеп береді екен балалар. Қазір енді серпіту сабағын өтейік, иә? Сендерге бірінші топқа бір пышақты кесу машинасы, автоматты, екінші жинақтау машинасын беремін. Осыны құрастырып, несіне қарап, суретіне қарап, құрастырып, картаның үстіне құрастырып беріңіздер, Жинақтау аппараты.
машинасы, иә, жұмыстық жабдық. Балалар түсіндерді қандай жабдық екен? Автомат кесу машинасы. Бір шақты кесу машинасы. Жақсы. Бұнда сабағымыз арасында кішкене серпілу жаттығу жасап алайық, е? Давай, бәріміз тұрамыз. Аппарақтайын сенің пиғылың, еліктіреді дене қимылың, сұлулықтың белгісі фигураңы. Ақ бұлақтайын сыңғырлайды үнің. Отыра қойдың. Енді осы тапсырма берілген жаңағы өтілген жаңа тақырыпты қорытындылайық, балалар, иә? Яғни қанша жабдық бар екен? Рефлексия жасап жүрейік. Қанша жабдығымыз бар екен? Қанша түптеу жабдықтарымыз бар екен? Аяжан айта ғой, атап айтқанда қандай? Тігу машинасы, желімдеу машинасы, қию машинасы, сосын мұқабат бекіту машинасы бар. Сосын жинақтау машинасы бар. Және сосын престеу машинасы бар. Алдыңғы кесу машинасы қандай қызмет атқарады? Кесу машинасы екі түрі болады. Бір кесу машинасы және үш жаңа кесу машинасы бар. Біз кесу машинасында, яғни өзімізге керек материалды қандай материалдар, қандай өнімдер кесеміз? Картон, қағаздар, Олар шағын көлемді кітапшалар, дәптерлері бір-бірінен салынып жинақталған жұмсақ тысты қағаздар бұйымдары, сондай-ақ сумен тігіп бекіту картон қорапшалар құралады. Сымды беру, дайындаманы кесіп алу, қапсырманы қалыптастыру. Аяжан жарайсың, отыра ғой. Осымен бүгінгі жаңа тақырыпты бәріне түсінікті болды деп ойлаймын, өйткені барлықтарың жақсы жауап беріп жатсыңдар. Рахмет сендерге. Балалар, жабдықтар туралы жазып алыңдар дәптерлеріне. Қанша жабдық бар, иә? Техника қауіпсіздігі міндетті түрде, жұмыс істеу принциптері, соны дәптерлеріне жазып алыңдар. Төбемді көк аспан, төменді кең дала, айналама асқақ таулар. Менің байлығым осылар, бірақ сен болмасаң күнім айып, жүремін мұңайып, тек қалам торларда толғана. Балалар жаңа үй тапсырмасын айтқан балаларға бағалай кетеді. Диас 75 жасқа, Айша 90, Айнұр тапсырмасын айтқан балаларға. Онда балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа сау болыңыздар. Түпсіз ғұмыра, ең биік мұнара, жүрегіме қата